Ассалаумағалейкум достар, сендермен бүгін Нурачек. Видеода мен өзімнің екі сервердегі аккаунтымды салыстыратын боламын. Кеттік. Бұл екінші сервер, яғни Севастополь. Бұл жақта менде Бусаевадан 5 миллион. Одан бөлек менде фама бар, яғни өзімнің как обычно ескі Джек Фанкио. Бұнда 9 почти 10 мың рейтинг, 8 машина бар. Және осындай. Және ең қызығы гаражымды көрсетейін. Гаражым улучшить етілген. Және 4 майнинг рейд бар. Яғни гараж шыға салып осылардың бәріне рейд қойып, өзіме электронный шыға салып осының бәрін өзім майнинг кететін боламын. Және көріп тұрғандарындай менде машина бар. Яғни фамам машиналары бар. Міне ең бірінші машина Audi 055 Renault 5. Одан соң 2 BH, екеуінде де 668 деген нөмір. Сосын X5, бұл да 7000 деген нөмір. Сосын E34, E39, то есть 440 деген нөмір. УАЗ Patriot 6666. Сосын аштек әз машинаны шығарайын. Қай машина шықпа, альфа екен, шықпай қалған. Альфада 740 деген нөмір. E60-та болса E1010 деген нөмір. Көріп тұрғандарындай. Және менде одан бөлек назыларым сақталатын машинам бар. Қазір оны көрсететін болам. Яғни алдыңғы видеода түскен бүкіл назыларды осы машинада сақталады. Әзір күте тұрыңдар. Сол алдыңғы видеода назыларды салып отқан пятнашка. Бұл жақта енді алдыңғы видеода түскен назылар бар. Және артып қойған назыларды осы жаққа сап тұрмын. Осындай назылар бар. Вроде осы аккаунтымда дәлді бір нәрсе бар ма? Айтпақ статистика көрсете салайын. Жетті ол қолымда 6000. Статус осындай, короче. Еще мен келесі видеода, алдыңғы видеода айтқандай, келесі видеода Тамбовдың лидеріне обзор түсіретін боламын. Айтпақшы менде префикс бар. Менің лидер деген префикс. Короче, осымен бұл аккаунттың обзор бітті. Келесі аккаунтқа өтейік. Бұл болса менің сервердегі аккаунтым. Бұл жақта тоже Бусаева үй. Госстоимості 10 миллион. Көріп тұрғандарындай. Тоже обычный Бусаева үй. Яғни Бусаева 2-дегі шкафта ешнәрсе жоқ. Ал инвентарны көріп кетейік. Олды осындай 666 сол деген нөмір бар. Осындай скиндар, короче. Бұл форма осы сервердегі. Мені көріп тұрғандарындай шыға берістегі почти үшінші үй бұл жақта. Осындай теплица бар. Алдыңғы серверде де теплица болған. Бұл жақта гараж онша улучшить етілмеген. Қарапайым гараж көріп тұрғандарындай. Бұл гаражда лайфкоинға сатып алу керек. Алдыңғы гаражда болса бәрі дайын тұрған еді. Ал автопаркқа тоқталатын болса, онда да 8 машина. Бәрін шығарайын. Бұл жақта семьяны нажытым, яғни Нурачектің семьясы деген сияқты. Бұндай фул машиналар, бәрі жап-жасыл. Қазір Тойотаны да шығарайын. Тағы не шықпай қалды? Audi A6 дуэль ма? Екеуі дуэль. Lexus бар. Походу айдап кеткен сияқты. Қай машина жоқ сонда бұл жерде? Mercedes C-шка жоқ, Audi походу. Бұл жақта да 8 машина, бірақ барлығы өте тюнингталған. Және минимум ең арзан деген машина ол болса Audi-лар болып тұр. Яғни бұл жақта то есть машиналарым қымбат деген сөз. Және қолымда 5 лям бар. Статистика көрсетіп кетейін.
3 уровень. Қолымда 5 миллион, яғни 80% игроктардан бай екенмін. Короче, осындай ТК-да, Озон деген ТК-да тұрамын. Бизнесім жоқ. Осы үй, короче. Тағы не, фаманы көрсетіп кетейін. Информацияны ұратшак, тейм, рейтинг 172, бұл жақта біз афкымыз. Автопарк 11 суат, бірақ 8 бола, өкінішке орай. Болашақта толтыратын боламын. Ақшам 187 мың, яғни ол семьяда салған екен. Жалпы мен бұл жақта афкымын. Павел дейтін бала салыпты 150 мыңды. Короче, қалған 20 мың автопаркқа кеткен екен. Рейтингта біз примерно топ 100-ге кіретін жеріміз. Короче, осындай, тағы не көрсетсем болады. Вроде бұл жақта заттар бітті ма? Мен көре салайын. Зери. Мен осындай заттары неден центральный рыноктан келіпті. Көріп тұрғандарындай. Короче, осымен видео аяқталды. Осымен, короче, бұл жақта обзор аяқталды. Енді салыстыратын боламыз. Ал ендіше қорытындылайтын болсақ, бірінші сервер Москвада баланс 5-5 миллион, үй 10 миллион, машина 25-30 миллион, яғни автопарк, инвентар 5-10 миллионға бағаланады. Ал екінші сервер Севастополға келетін болсақ, үй 5 миллион, автопарк 10 миллион, баланс 5 мың, инвентар 100-200 мың. Және бонус лидер Тамбовпігінің лидерімен топ 5 фама. Пока осындай, болашақта бұл жерге бизнес қосылады деген ойдан, ал всем пока, қош болыңдар.